Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Математика сабағын бастаймыз. Сынып түгел бар ма? Старсты. Бүгін бізде сабақта қарсы ережелері жоқ. Ауып жатыр, жақсы, рахмет. Біз өткен сабақта ондық бөлшектерді салыстыру тақырыбын өткенбіз. Бірінші сабағы, бүгін екінші сабағы ондық бөлшектерді квадраталық сәуледе кескіндеу және ондық бөлшектерді салыстыру деп аталады. Өткен тақырып бойынша және оның алдындағы тақырыпта жалпы ондық бөлшектер бойынша сіздерге қазір сұрақтар қоятын боламын. Қол көтеріп жауап қойыңыз. Бұрыс бөлшек дегеніміз не? Бұрыс бөлшек дегеніміз бөлімі алынған үлкен. Бөлшектерді айтамыз. Жақсы. Келесі сұрақ, дұрыс бөлшек дегеніміз не? Дұрыс бөлшек дегеніміз бөлімі алынған үлкен. Ондық бөлшектер дегеніміз не? Ондық бөлшек дегеніміз бүтіні мен бөлігінің өтері арқылы ажыратылуын айтамыз. Жақсы, дұрыс. Бүгінгі оқу мақсаты 5-5-2-4, яғни ондық бөлшектерді координаталық сәуледе кескіндеу, ал сабақтың мақсаты ондық бөлшектерді координаталық сәуледе кескіндейді және де салыстырады. Яғни бүгінгі оқушылар сендердің міндеттерің міне осы сабақтың мақсаты. Жақсы, енді сендерге сұрақ. Мына жерде не көріп тұрмыз? Не көріп тұрмыз? Қол көтеріп айтайық, иә? Роза гүлі. Жақсы, оқушылар, енді көргеніңізде координаталық сәуледе біздің суреттер бейнеленген. Енді осы, мысалға, роза гүлі координаталық сәуледегі оның координатасы қандай? Кептердің координатасы қандай? Сыйлықтың, ойудың және қардың координаталары қандай? Біз соларды табамыз. Мысалғандарын нөл дейтін болсақ, мынау бізде бірлік кезінде неше бөлікке бөлініп тұр мына жерде? 5 бөлікке ма? Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, 6 бөлікке бөлініп. 6 бөлікке бөлініп. Роза гүлі соның нешесі болып тұр бізде? Екіншісі, яғни 6-дан 2 бөлігі. Ал кептер қай бөлікте тұр? 5-ші бөлікте тұр. Мына қағаздар арқылы біз топқа бөлетін боламыз. Әр топтан, яғни келіп осы қағаздарды алайық. Тикток алғандар бар ма? Тикток алғандар мына топқа барамыз деп. Инстаграм алған оқушылар, мына топқа барамыз. WhatsApp алған оқушылар мына топқа барамыз. Осы топқа топ басшысы мына топта Аңсар болады, мына топта Қараева Айарған болады, мына топта Балжан болады. Топ басшылары осындай смартфондар беріледі. Смартфондарға топ мүшелерінің атының басарын жазамыз. Мысалға Гүлдерай Г. Балалар, әр тапсырма орындаған оқушыға белсенділік танытқан оқушылар лайк арқылы бағаланады. Тұсына жүрек басамыз. Яғни WhatsApp-тың смайликтері, Ильгиза сұраққа жауап берді ма, осындай лайк басылып отыр. Оқушылар, ең көп лайк жинаған оқушы бүгінгі белсенді оқушы болып саналады. Лайктарды санайтын боламыз. Және де лайгі көп, мына сендердің ұжымдарындағы топтарында лайгі көп топ, ол да жоғары бағаланатын болады. Түсінікті ме оқушылар? Топтық жұмыста мына бірінші ондық бөлшектерді өз бөлігімен, ал екінші ондық бөлшектерді кем бөлігімен жазамыз. Кәне, жұмысқа кірісеміз. Оқушылар, тапсырманы орындап болса, тақтарға дұрыс жауапты тексерейік. Бірінші топты дұрыс па екен? Дұрыс па тапсырмаларымыз? Екінші топта? Үшінші топта? Жақсы, старт, яғни топ басшысы белсенді болған оқушылардың тұсына лайктарды баса беріңдер. Келесі тағы да оқушылар, топтық жұмысшыларды жалпы өмірде координаталық сәуледе өзіміз ондық бөлшек ретінде тұрып қалай бейнелейміз. Келесі тапсырма осы ретте жүреді. Міне, бұлау біздің координаталық сәулеміз. Не жерге мен координаталық сәулені қоямын? Көріп тұрмыз, бағытты қай қарап тұр? Сендерше оға қарап тұр,
Осы координаталық сәуленің бойында қайсы оқушылар бір-бірі от көшектен аламыз, соны координаталық сәуле бойында орналастырамыз. Және де оқушылар теңсіздік бойынша тақтаға соны жазамыз. Яғни топ басшысы теңсіздік ретінде жазады. Түсінікті ма? Орналасып тұр. Балалар дұрыс па? Бірінші топ және үшінші топ тексерейік, дұрыс па орналасу? Бірінші топ және екінші топ, үшінші топтың жұмысын тексерейік. 0,155, 0,16, 1,10,1, 2,3, 5,8, 7,1. Дұрыс па? Жақсы. Кім жазады тақтаға? Сен жазасың ба? Жақсы жазады. Оқушылар, тақтаға жазған тапсырмалар өте дұрыс, теңсіздік бойынша жазып алдық, Енді біз жұптық тапсырма орындайтын боламыз. Қазір жақтағы жұптықта берілетін болады. Оқушылар, жұптық тапсырма орындаймыз, бұны дәптерге орындаймыз. Бұнда көріп тұрғандарыңыздай салыстырамыз, оны көшеттен салыстырамыз. Жұптық тапсырманы бастайық. Сен екеуің, сен үшеуің. Жұмысты тексерейік. Дұрыс. 8 дұрыс. Жарайсың. Барлығымыз. Жақсы, барлығы дұрыс, үшеуіне де бір лайктан басып қойыңдар. Өздерің байқағандарындай, бізде дескриптор арқылы қалыптастырушы бағалау. Яғни, бұл жеке жұмыс болып саналады. Мына жерде жетпей тұрған цифр неше? 9. Яғни, барлығын осылай қылып салыстырып, дәптерлеріне жазып бере қойыңдар. Дескрипторды жұмысшылардың теңсіздік туралы тура бұлағындай етіп, цифрлармен ауыстырасыңдар. Яғни, ауыстырып, цифрлармен жұмысшыларға ауыстырып қойыңдар. Жақсы, өзіңе лайк бас. Оқушылар, білем, мынау менің инстаграмдағы парақшам. Төбесі Нұрсұлтан ағай. Және де бүгінгі сабақтың соңына жақын ағаттан бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді мынаның астына, яғни комментарий ретінде маған жазып жабыстырамыз. Комментарий жазамыз инстаграмда, сол комментарий тұсына маған жазып, маған жабыстырамыз. Келесі, мынау менің тиктоктағы парақшам. Тиктоктағы парақшама лайк басып, мына жерге комментарийлерді, яғни ана алдындағы стикерлерді жазып жабыстырамыз. Бүгінгі сабақтар алған әсерлерді. Менің жеке чатым, осы жеке чатыма бүгінгі сабақта алған әсерлеріңізді жазып, маған жабыстырасыздар. Ал енді мен оған дейін лайк Оқушылар бүгінгі сабақ ұнады ма? Жақсы. Үйге тапсырма 841 есеп. Бүгінгі сабақ аяқталды. Жақсы, сау саламатта болыңыздар.